Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді және де өте әдемі үлпілдеп тұрған осындай мак қосылған ерекше булочканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің инста парақшама және де YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең бірінші қамыр илейтін ыдысымызға осылай жылы су және де жылы сүтімізді бірге құйып, жақсылап араластырып, оның үстінен бір шай қасық қантымызды салып, толықтай араластырып ерітіп аламыз. Және де енді осының үстінен тағы да бір шай қасық осындай аштығымызды салып, шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. Аштығымыз көтеріліп, еріп ашуы керек. Неке достар, енді осының үстінен бір шым тұз салып, және де үстінен алдын ала өлшенген сұйық майымызды құямыз. Осылай достар, енді сұйықтығымыз дайын болды. Енді қамырымызды илеуге көшеміз. Илемес бұрын осылай құрғақ ұнымыздың үстіне осылай қантты ұнтағымызды, яғни сахарный пудрамызды қосып, құрғақ ұнымыз екеуін бірге араластырып дайындап аламыз. Неке достар, бірге барлығын араластырып дайындап алдық. Енді бұны жаңағы алдын ала дайындап алған сұйықтығымыздың үстіне біртіндеп қосып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Достар, видеоның төмен жағына описание бөліміне керекті ингредиенттердің көлемін барлығын жазып қоятын боламын. Сол бойынша елесеңіздер, қамырыңыз өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Неке достар, илеп дайындап алдық. Енді бұны шамамен 35-40 минутқа ашытуға қоямыз. Достар, біздің қамырымыз өте өз бабында жұмсақ болып көтерілді. Достар, осылай қамырымызды ыдысымыздан түсіріп, егер қолыңызға жабысып жатса, құрғақ ұн сеуіп, осылай біріктіріп илеп аламыз. Енді бұны тура 2 бөлікке бөлеміз. Осылай бөлген бөлігімізді осылай оқтаудың көмегімен жазамыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Қалыпты мөлшерде видеодағыдай жазамыз. Неке достар, бір келкетіп жазып алдық. Енді осының үстінен бір қабат осылай сұйық майды жағып шығамыз. Енді осының үстінен неке осындай мак бірінші сеуіп шығамыз. Бір келке етіп барлық бөлігіне осылай мак сеуіп шығамыз. Достар, осымен магымыз сеуіп алдық. Енді осының үстінен осындай қант сеуіп шығамыз. Қантты осылай оны да бір келке етіп осылай сеуіп шығамыз. Неке достар, начинкамыз дайын. Енді бұны ораймыз. Енді булочкамыздың формасын дайындауға көшеміз. Тура осылай ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. Неке достар, видеодағыдай енді екеуін бір-біріне қосып иіреміз. Ішіндегі начинкасы оралған бөлігін сыртына шығарамыз. Неке өте әдемі болып жатыр. Осылай 2 басын біріктіреміз. Неке достар, осымен біздің булочкамыздың формасы дайын. Енді бұны әдемілігі үшін, әсемдігі үшін әрине бетіне жұмыртқаның сарысын жақтық. Неке достар, барлығы дайын. Енді бұны шамамен 20-25 минутта қызып тұрған пеште 200 градуста пісіреміз. Неке достар, біздің мак қосылған ерекше әдемі дәмді үлпілдеп тұрған булочкамыз дайын болды. Достар, өте жұмсақ болған, арасы да бір тегіс толықтай піскен.
мінекей достар, қараңыздаршы қандай әдемі, иә достар. Барлықтарыңызға осы рецепт арқылы жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге рецепт ұнаған болса немесе видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып комментарий қалдырып менің YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.